Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін асқабақтан жасалған мантылар дайындаймыз. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Қамырына су, жұмыртқа, тұзды саламыз және осының үстінен ұнымызды сала отырып қамыр илейміз. Егер де каналыма жазылмаған болсаңыздар, жазылып, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыздың июі қанғанша начинкасын дайындаймыз. Мен фарш қостым. Фаршты қоспасаңыздар да болады, тек жуамен асқабақты салсаңыздар да болады. Жуамызды кубиктап турадым майдалап. Одан кейін асқабағымызды да осылай кубиктап турап шықтым. Барлығын турап алғаннан кейін дәміне қарай тұз, бұрышын сеуіп, жақсылап араластырамыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Қамырымызды өздеріңізге жаюға ыңғайлы бөлшектерге бөліп алып, оқтаудың көмегімен ұн семей отырып жаямыз. Жайып болғаннан кейін мен кесуге ыңғайлы болу үшін видеода көрсетілгендей етіп осылай қойып шығамын нанды. Одан кейін төртбұрыштап кесіп мантымызды жасауға кірісеміз. Кесіп алғаннан кейін начинкамызды салып, осылай видеода көрсетілгендей төрт жағын біріктіріп, мантымызды жасап шығамыз. Осылай барлығын жасап шыққаннан кейін мантабаркамызға салып 45 минут пісіріп аламыз. Міне біздің мантымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет, ас болсын.